Абай Құнанбаев. 19-шы қара сөз. Адам ата-анадан туғанда есті болмайды. Есті көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы жаманды таниды дағы. Сондайдан көргені білгені көп болған адам білімді болады. Әрбір естілік жеке өзі іске жарамайды. Сол естілерден естіп білген жақсы нәрселерін ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды, сонда адам десе болады. Мұндай сөзді есіткенде шайқақтап, шалықтанып, не салбырап, салғыртанып естісе, не сол жерде сөздің расына көзі жетсе де, шыға беріп қайта қалпына кетсе, естіп естіпей не керек? Осы сөз тұшынбайтұғын елге сөз айтқанша, өзіңді танитұғын шошқаны баққан жақсы деп бір хәкім айтқан екен. Сол секілді сөз болады. Біз үйдеміз, біз біргеміз.